Баршаңызға сәлем. Қыздар, бүгін үйдегі бар заттарыңызбен ғана осындай күшті пирог пісіруге болатын рецептті бөлісетін боламын. Сол үшін менің арнама подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз, және де алдағы уақытта дәл осындай күшті рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетіңіз. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандай осындай күшті пирогтың құрамына тек қана сүт және жұмыртқа, тамаққа пайдаланып жүрген сұйық майыңыз болса болды, және түсім шоколадный болу үшін какао қосамыз, сонымен осындай пирог шығады. Ең бірінші бізге жылы 200 мл сүт керек. Жылы дегеннің себебі қант пен какаоны еруіне оңай болады. Немесе бөлме температурасында сүтті де пайдалана берсеңіздер болады. Алдын ала қантымды және какаомды осылай өлшеп алып, сүтімен араластырып, бір шетке қойып қоямын. Қыздар, құрамына қосып жатқан әрбір ингредиенттің мөлшерін, яғни грамдап, астындағы описание жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді өзімізге ыңғайлы көлемді ыдысымызды алып, жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқада бөлме температурасында болу маңызды, себебі пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін, егер мұздай күнде қолданатын болсаңыздар. Жұмыртқамыздың үстіне осындай қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіргенше араластыратын боламыз. Егер сіздің миксеріңіз жоқ болса, онда уайымдамаңыз, өзіңіздің ас үйіңіздегі кез келген араластырғыш құралмен жақсылап көпіргенше араластырып алсаңыз, соның өзі жеткілікті. Міне біздің жұмыртқамыз аппақ болып көпірді, көтерілді көлемі. Енді кәдімгі тамаққа пайдаланып жүрген сұйық майымыздың бір кесе осылай өлшеп алып, пирогымызға қосып, тағы да миксердің көмегімен немесе қолыңыздың көмегімен жақсылап араластырып аласыз. Келесі кезекте жылы сүтімізде еріп тұрған какаомыз бен қантымызды құйып, тағы да бірнеше минут араластырып аламыз. Тәтті сүйетін қадамдар үшін бұл күшті рецепт деп ойлаймын, себебі сіз дүкеннен осындай дайын түйін сатып алатын болсаңыз, қымбатқа түсуі мүмкін, немесе құрамы қандай екенін сенімсіз болуы мүмкін. Ал егер торт, басқа рецепттерді пісіретін болсаңыз, арнайы дүкенге барып, кремін алу керексіз, тағы да басқа заттарын алу керексіз деген сияқты. Ал мына рецепт барлық адамның үйінде болатын қолжетімді заттармен ғана дайындалады, бірақ дәмі керемет шығады. Мен өзіме қатты ұнады, бірнеше рет жасап жедік. Келесі кезекте мен ұнымды осындай елегіш ыдысқа өлшеп алдым, және де оның үстіне бір шай қасық көпірткішімді, яғни разрыхлителімді қосып, ұнға араластырып алдым. Ендігі мен тортқа оны бірден емес, бірнеше бөлікке бөліп, елегіштен өткізіп салып, жақсылап араластыратын боламын. Сонда тортымыздың көпіріп тұрған бөлігі басылып қалмай, піскен кезде әдемі көтеріліп пісетін болады. Онда қоспамызға қосып болғаннан соң миксерімізді бірден қоспай, қолымыздың көмегімен, миксердің көмегімен жаймен де бір араластырып алғаныңыз дұрыс болады, себебі миксерді бірден қосатын болсаңыз, ұнымыз ауаға ұшып, барлық жерде былғайтын болады. Міне пирогымыз дайын болды. Өлшеп алған ұнымыздың барлығын қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алдық. Енді біз бұны алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешке өзіміздің керекті формамызға құйып, пісіріп ала берсеңіз болады. Дәл осы рецептпен жасалған пирогты мен әсел пештің табасына пісіретін болсам, пирогым жіңішке болып көтерілуі мүмкін. Сондықтан мен өзіме керекті форманы осындай фольгадан жасап алдым. Егер сізде дайын форма болмаса, кіші диаметрлі, сізде осылай фольгадан кез келген диаметрдегі форманы жасап алсаңыз болады. Ол үшін насыл теме арқылы өтіп, видеоны көріп, сізде жасасаңыз болады.
Енді мен пирогтың бетіне үйдегі бар шоколадпен және сары маймен ганаш жасайтын боламын. Егер сіздер өздеріңіз үшін ғана жасап жатқан болсаңыздар, пирогты ганаштың керегі де жоқ. Ал дастарханға, қонаққа қойатын кезде жасайтын болсаңыз, ганаш жасасаңыз, беті жылтырап, пирогыңыздың сәні келіп тұрады. Ганашты мен суы бар әдісімен жасайтын боламын. Ол үшін отқа үлкен ыдысыңызды қойып, ішіне суыңызды құйып, кішкене қайнатып аласыз да, ішіне кіші көлемдегі ыдысыңызды осылай салып, ішіне шоколад пен майыңызды ертіп аласыз. Бұл дайын ганаш болады. Енді піскен пирогыңыздың бетіне осылай видеодағыдай бір-тегіс етіп жағып алсаңыз болды. Менде шоколадтың құрамында видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақ жаңғақтар болды. Бұл пирогтың дәмін тіптен керемет қылды. Сіздер де егер шоколадтың құрамында болмаса, қосып жесеңіздер де болады екен. Қыздар, алдағы уақытта да дәл осындай қолжетімді заттармен дайындалатын, немесе тез дайындалатын, және де ерекше рецепттермен, және де өзімнің мастер-класстан алған ақылы рецепттерімді сіздерге тегін осылай видео рецепт қылып салатын боламын. Сол үшін менің арнама подписаться бастырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және де видеоларыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Пирогтардың бетіне тағы да мен осындай ұсақтаған жаңғақтарды сеуіп шықтым. Әдемі көрініс үшін дәл осылай сіздер жасап, қонақтарыңыз келген кезде дастарханыңызға ұялмай ұсына берсеңіз болады. Міне пирогтың бір бөлігін алып көрсетейін сіздерге. Арасы өте күшті көтерілген, дәмі деген шоколадный күшті шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен өз үйіңізде жасап, өзіңізді, туыстарыңызды қуантыңыз. Назарыңызға көп рахмет.